Ежелгі грек-рим философиясының кезеңдері. Бірінші кезең – Сократқа дейінгі немесе иониялық кезең. Ежелгі грек ойының натурфилософиялық кезеңі негізінен табиғатты зерттеуге және оның түсінуге арналды. Сонымен қатар ерекше қасиет шындықты рационалды түрде түсіндіру болды. Сондықтан көптеген мәдениет тарихшылары ежелгі грек рационализмін философиялық ойлаудың алғашқы формасы деп санайды. Бұл кезеңдегі натурфилософтар табиғаттан оның бастауын немесе архе іздеді. Олар сол кездегі әдет-ғұрыптық мифологиялық және теологиялық түсіндірулерге жүгінбей дәл логикалық дәлелдерді қолданды. Ежелгі гректердің көпшілігі көптеген құдайларға сенетініне қарамастан, сол күндердің өзінде-ақ ежелгі политеизмді қатал сынаған ойшылдар болды. Алғашқы философтар негізгі сұрақ архе ретінде бүкіл әлем неден тұрады деген сұрақты қойды. Бірінші мектеп Милет мектебі. Милет мектебінің өкілдері Фалес, Анаксимандр, Анаксимен және тағы басқалар болды. Оларды да терең философиялық сұрақтар қызықтырды. Олар сондай-ақ ғаламның бір тұтас негізін, бүкіл әлем неден тұрады, іздеді. Фалес барлық нәрсенің себебін суда, Анаксимандр Апейронда, ал Анаксимен ауада көрді. Фалес Милет мектебінің негізін салушы болып табылады. Ол барлық нәрсе дымқыл бастапқы заттан немесе судан пайда болады деп есептеді. Осы бір көзден бәрі үнемі туады. Фалестің айтуынша, жер суда қалқып жүреді және жан-жағынан мұхитпен қоршалған. Сонымен бірге судың материалдық принципі және одан пайда болған барлық табиғат өлі емес. Әлемдегі барлық нәрсе құдайларға толы, бәрінің жаны бар деп санаған. Мысал ретінде Фалес магниттің қасиеттерін сипаттады. Магнит денелерді қозғалысқа келтіруге қабілетті болғандықтан, оның да жаны бар деп есептеді. Космология мәселелерінде Фалес Вавилон ғылымының нәтижелеріне сүйенді. Милет мектебінің екінші өкілі Анаксимандр барлық заттардың тууының жалғыз және тұрақты көзі ретінде жеке субстанция емес, бастапқы субстанция, Апейрон, яғни шексіз деп танылды. Осы бастапқы субстанциядан жылы және суық бөлініп, барлық заттар пайда болады. Басқа субстанциялардан ерекшеленетін және бұл мағынада шексіз, бұл бастапқы субстанцияның шекарасы жоқ, сондықтан ол шексіз немесе грекше Апейрон деп аталады. Жер дүниенің ортасын алып қозғалыссыз. Әлемнің өзі мәңгілік емес, ол жойылған кезде одан жаңа әлем пайда болады және әлемдердің бұл өзгеруінің соңы жоқ. Осыған орай ежелгі дәуірде Анаксимандр мәселесі деген жалпы мәселе туындады. Ол, яғни Апейронды бастапқы заттардың қоспасы ретінде, әлде қарама қайшылықтар арасындағы нәрсе ретінде, әлде мүлдем белгісіз нәрсе ретінде түсіну керек пе деген сұрақ қойған. Милет мектебінің үшінші өкілі Анаксимен негізгі зат ретінде ауаны алды. Анаксимен ауаның сирек болуы және конденсациялануы туралы маңызды идеяны енгізді. Ауаның көмегімен барлық заттар, су, топырақ, тастар, от пайда болады. Анаксимен үшін ауа бүкіл әлемді қамтитын тыныс, біздің жанымыз тыныс болғандықтан, бізге өмір беріп бізді ұстап тұрады. Пневма, ол табиғаты бойынша бу немесе қара бұлт болып табылады және бос кеңістікке ұқсайды. Жер бұл ауамен қамтамасыз етілген жалпақ диск. Анаксименнің замандастары мен одан кейінгі грек философтары Милет мектебінің басқа философтарына қарағанда Анаксименге көбірек мән берді. Пифагоршылар оның дүниенің ауамен немесе бос кеңістікпен тыныс алатыны туралы ілімін
сондай-ақ аспан денелері туралы ілімін қабылдады